ғажайып мекенім атты жаңалықтарын бастайды. Студияда мен Өтеген Кеңшілік. Бүгінгі жаңалықтан көретіндеріңіз: айына бір рет өтетін ақылды бейсенбі жобасы аясында бүкіл одақтық байқау лауреаты, халықаралық ұстаздар одағының мүшесі, өнер ардагері, қазіргі таңда Қазалы аудандық мәдениет бөлімінің ардагер ұйымының төрайымы Ахметжан Ұлжан Рүстемқызы және Ыбырай Алтынсарин атындағы төсбелгі иегері Орынбас Бағдат Ақжетқызы мен оқушылар арасында кездесу кеші өткізілді. Жақсылық жасап акциясы аясында мектептегі өзін-өзі басқару ұйымы, Жасыл Алаң ұйымы бірігіп, Дулатов көшесінің тұрғыны Ислам ағамызға, Қазбекбек көшесінің тұрғыны Абдақияр ағамызға, Михайлов көшесінің жалғызбасты ана бірінші топтағы мүгедек құдайшық балаларымызға барып, қолдау беріп, көмек көрсетіп қайтты. Мектеп оқушыларына Адал френд жобасы аясында мектебіміздің 4-ші сынып оқушы Қошназар Мұхаммедалимен бірге Жасыл Алаң ұйымы бірге бір күндік іс-шарасын өткізді. Мектеп театр жобасы аясында ертегілеріне атты бастауыш сыныптар арасында байқау болып өтті. Мектеп парламенттері түрлі іс-шаралар тақырыбына байланысты театрландырылған қойылымдар қойылып отырады. Оқуға құштар мектеп жобасы аясында оқушылар кітапқа қызығушылығын арттыру мақсатында үзіліс кезінде менің сүйікті кітабым тақырыбында оқушылар оқыған кітаптарын алмасып отырады. Ер Едіге батырдың жырынан, Ер Көкше батырдың жырынан, Алпамыс батырдың жырынан жырлар жатталып, Facebook желісіне челлендж ретінде жолданып отырады. Оқуға құштар мектеп жобасы аясында Ахмет Байтұрсынұлының 100 жылдығына орай жас қырандар ұйымының арасында танымдық сабақтар өткізілді. Оқушыларға Ахмет Байтұрсынұлы туралы толық мағлұматтар берілді. Мектеп парламенті мен мектеп Жасыл Алаң ұйымы Қазалы ауданында тарихи ескерткіштер мен тарихи тұлғалардың өмірбаянымен танысып, музей сағатын өткізді. Мектеп парламенттерінен құрылған Жайдарлы жігіттер құрама командасы аудандық оқушылар ұйымдастырған Жайдарлы Жасыл Алаң атты ойындарына қатысып, жүлделі 3-ші орынға ие болды. Мектеп парламенті мен Жасыл Алаңдар ұйымы арасында экологиялық білімді жетілдіру мақсатында эко-әлем үстелдік ойыны ойнатылды. Жалғыз білім үйретуге емес, біліммен бірге жақсы тәрбиені қоса беру керек деген Мұрсат Дулатов. Менің ғажайып мекенім, мекеніміздегі балаларымыз тәртіпті де тәрбиелі, талантты болсын деп тілейік.